Шашынан сүйреп, жерге сүйреп, сосын барып теуіп тұр ғой. Ол ішіп алған, қатты мас болып. Сен бәрібір ештеңе добиться ете алмайсың, бәрібір іс жабылып қалады, арызыңды кері ал дегенге келтіріп айтты. Это опасная тенденция, так называемый синдром Бишимбаева. Негізі Дарханға іс қозғалу керек еді. Өзінің туысын, досын выставление опасности. Бірақ оғандай іс қозғалмайды, ол жәбірленуші болып сол жерде қазір жүр. Осы Дархан Майемировты қорғап, жақтап, қазір қасына прокурорлардың өздері адвокат болып жүр сотта. Ұрған уақытта ол мас болып қалып, ұйықтап қалған. Мен ортсағанайым больницаға алып кетті ғой, мен есіне танып қалдым, есімді білмеймін сол кезде. 7-сі күні туған күнге барамыз. Осы октябрь айында. 8-іне қараған түні таңда ұрып тастайды, теуіп тастайды. Қай жерден тебеді? Белімнен, иығымнан, басымнан тебеді. Басымнан сотрясение мозга аламын. Денем бәрі көгеріп кетеді. Емделіп, үйге жатып қалам ауырып. Оны мойындап отқан жоқ. Якобы мен оны ұрғанда етіп показания берген. Шашынан сүйреді ма? Шашынан сүйреп, жерге сүйреп, сосын барып теуіп тұр ғой. Сөзге келіп қалдық, боқтай береді артынан келіп. Боқтап, балағаттап. Сосын сол кезде болып тұр ғой. Ол ішіп алған, қатты мас болып. Енді соны мойындамай отыр. Жаңағы сотрясение алдым дедіңіз, иә? Дәрігерлердің қағаз несі бар бар? Ол денсаулыққа орташа ма, қандай жеңіл ма, қандай жарақат салынды? Сотрясение мозга, сосын ушиб деп берді. Үйге жатып қалдым ауырып. Содан кейін сіз не істедіңіз, қайда бардыңыз, арыз жаздыңыз? Арыз жаздым. 8-і күні кешке қарата жаздым. Ата-анаммен барып. Бірақ делоны дұрыс қарамай жатыр. Дарханның артын жауып, менің қасында болған қыздарымды шақырмай, показания беруге, Дарханның достарын шақырған. Сен бәрібір ештеңе добиться ете алмайсың, бәрібір іс жабылып қалады, арызыңды кері ал дегенге келтіріп айтты. Сол делоны қарап жатқан кісілер. Қай ол? Осы Астана қаласының қай ауданы, аты жөні? Жоқ, Оралда. Аха, менің деломды қарап жатқан, менің деломды қарап жатқан Ибрагим Гүлназ. Енді сіз бұл жаққа келуіңіздің себебі сол? Маған әділдік керек. Осы Дархан өзінің істеген мойнымен көтерсе екен деймін. Ол ешқандай да кінәсін сезініп тұрған жоқ. Артымнан іздеп келіп, не кешірім сұрау деген ешқандай оның тарапынан болған жоқ. Аян Турикулов, представитель по доверенности, юрисконсульт Ханат АЭРУ. Касательно вот данного инцидента хочу заявить, что данное уголовное дело, оно волокитится, полнота и объективность следствия не обеспечена. И хочу отметить, что гендерное насилие в Казахстане имеет опасную тенденцию к увеличению, особенно в регионах. Вот одно из подтверждений, вот сегодняшний инцидент, который произошел 8 октября, это опасная тенденция, так называемый синдром Бишимбаева. Акцентировать хочу на это внимание. Потенциальный гендерный насильник, он на свободе. В отношении него уголовное привлекли по статье 109 прим. 1, это побои. Но по нашему мнению это переквалифицировать надо преступное деяние на нанесение телесных повреждений средней тяжести, потому что здесь имеется уже сотрясение мозга. Дело волокитится, и я хочу отметить по нашему мнению, предположение, почему это дело волокитится. Дархан Майемиров, у него есть высокопоставленный дядя здесь в Астане. Он директор музея, госслужащий, пост опубликовал в Инстаграме, там много комментариев, сформировал отрицательное общественное мнение по другому уголовному делу. Его близкий родственник, Дархан Майемиров, тоже проходил, но уже как потерпевший в рамках другого уголовного дела, общественного резонанс, где там было написано «сын судьи» и так далее, уральский. То, что он изложил пост в Инстаграме, сформировал негативное общественное мнение, по этому факту мы тоже по нарушению этики норм госслужащего обратились к Аиде Балаевой, Галымовой о проведении служебного расследования по факту неэтичного поведения во внеслужебное. Я хотел бы подчеркнуть, что здесь он оставил в опасности своего близкого друга и родственника. Осы сөз қозғалып жатқан Дархан Майемиров жөнінде, ол жәбірленуші болып келеді біздің істе. Ол өз досын, туысын
тастап кетіп отыр. Сол тастап кеткен себебінен менің ұлыма еш дәлелсіз айып тағып 12 жылға соттап жүрді, үкім шығарып. Бас прокуратура бізде осы жерге келгеніме бір 2-3 рет келіп кеттім. Бұл кісілердің айтқаны, сізде өзіңіздің қалаңызда Орал қаласынан облыстық прокуратураға жібердік, өздері қарайды, айыптау актісін қайттан қарап, сізде осы қазір сот тергеуі жүріп жатыр, сол жерде өздерінің енді шешімін айтады деді. Бірақ қазірге таңға дейін ешқандай шешімді көріп тұрған жоқпын. Сот тергеу болып жатыр. Бірақ бір жақты осы Дархан Майемировтың сөзімен, қазір енді көріп отырсыздар, қоғамда өте үлкен құқық бұзушылықтары көрініп жатыр. Ешкім ескермей, менің ойымша, біздің облыс прокуроры Сатпаев Азамат Әлібекович осы Дархан Майемировты қорғап, жақтап, қазір тіпті қасына прокурорлардың өздері адвокат болып жүр сотта. Барлығын бір жақты тергеп, Дарханның сөзімен, ол жерде негізі Дарханға іс қозғалу керек еді. Өзінің туысын, досын, выставление опасности. Бірақ оғандай іс қозғалмайды, ол жәбірленуші болып сол жерде қазір жүр. Қазір сот тергеу кезінде ол 15 тәулікке қамалған. Ішімдік ішіп, ол жерде наркотический вещество ма, ішімдік па білмейміз. Сол жерден конвойлармен де келді іске. Бірақ ешқандай бір нені көріп тұрған жоқпын. Мен бір құқық бұзушылық жасадым ау, я болмаса менің осы 2024 жылға бір кішкене бір, қалай деп айтсам екен, бір сезім жоқ ол балада, көзінде көрінбейді. Одан сайын осы істе жүре тұра, осылай дәлелсіз, еш дәлелсіз мен баламды 12 жылға соттап отырып, осындай құқық бұзушылықтар жасап жатыр. Оны біртіндей енді қаламыз кішкентай, Орал қаласы, барлығын естіп көріп отырмыз. Соны қарамастан, осындай мінездемесіне де қарамастан, құқық бұзушылық әрекеттеріне қарамастан, барлығы қорғаштап Дархан Майемировты әлімге дейін жәбірленуші қылып танытып отыр. Енді қазір сот тергеуі жүріп жатыр. Ең соңғы шешім енді сот төрағаларынан әділ шешім күтемін. Бұл жерде Дархан Майемировтың да кінәсі бар. Сотталсын бірге, мен баламмен бірге. Қоғамға қауіпті адам екенін түсіндім. Сосын барып осылай келіп тұрмасына. Бізге белгілі болғанда, бұған дейін Дархан Майемиров жыл басынан бері 15 әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Сізге мәселен қол көтеру барысында сол жаңағы оқиға орын алғанда қандай да бір аяушылық, не болмаса кәсіби бір қылмыскер ретінде бір сондай бір белгілер байқалмады ма? Байқалды. Өйткені ешқандай да аяушылық, артынан келіп іздеп, халімді сұраған емес біреуі де. Ұрған уақытта қандай тұрғанда болды? Ұрған уақытта ол мас болып қалды, ұйықтап қалған. Мен ұрып тастағаннан кейін больницаға алып кетті ғой, мен есіне танып қалдым, есімді білмеймін сол кезде. Қайтып келіп іздегенде ол болған жоқ. Машинада ұйықтап қалған екен, бірақ оны үйге кетіп қалды деп айтты маған. Ол тағы кіммен болды? Жалғыз өзі болды ма? Інісі болып туған. Сол туған інісі ішіп алып, машина айдап, артымыздан келіп біздің неге, больницаға. Тергеушілер тағы да бір сөзіңізді айтып кеттіңіз ғой. Тергеушілер ол Дархан Майемировтың ішіп алған туралы экспертиза сараптама жасамады. Жоқ, жасамады. Жасамады. Әлі бір айдың ішінде жасаған жоқ қой? Енді жасаған болар, білмедім. Алдында мен сұрағанда жоқ, әлі жасамадық деді. Әбден мен айтқаннан кейін барып жасап өтті соны. Яғни сіздің ойыңызша бұған дейін жәбірленуші болып келген Жәбірленуші. Майемиров марқұм Рауфовтың өліміне де қатысы болуы мүмкін деген. Әрине, ол жерде балдар екеуі бірге қалады, соның қасында қалған жәбірленуші Майемиров, Дархан. Бірақ ішкен, өте мас болған, екеуі қол ұстасып кеткен. Ал кеткеннен кейін барып, бұл бала Дархан Майемиров тастап кетеді сол жерге. Ол өзі барып, бір шабанның үйіне барып ұйықтайды, таңертең тұрады ертемен, өзінің шаруасымен солай іздедім дейді, бірақ ешкімге не медицинаға хабарласпайды, не полицияға хабарласпайды. Соны алады да мен балама іліп 12 жылға соттап отыр қазір. Асхат Майемировтың туралы Орал қаласында айтып жатыр дедіңіз ғой. Ең басында Асхат Майемиров мырза өзінің Инстаграм парақшасында біздерде 12-тен 13-не қараған түнде болады бұл оқиға. 14 күні өзінің Инстаграмына енді өзінің лауазымын пайдаланды ма, білмеймін, барлығына СМИға шығарып жіберді. Осылай кәсіпкер, өте бай кәсіпкердің баласы осындай жасады, сын судьи убил человека. Бұл қанішердің анасы қандай екен туған, сондай бір комментарийларды оқып, өзім бір жылдай үндемей жүрдім, күтіп жүрдім. Ағын қарасын шешейін, әділ шешім шықсын, содан кейін барып мен бұл кісімен сөйлесерім. Жоқ, ол кісілер ешқандай ақ қарасын шешкен жоқ. Қолдарында экспертиза, бүткіл справкалар тұр. То, что бала
Рогов Нариман жиені от переохлаждения қайтыс болған, тастап кеткен себебінен. Мен бір жылдай жүрдім, сот тергеу, енді бірінші сатылы сотта сол өзінің лауазымын пайдаланып бүткіл біздің Орал облысындағы СМИ-ларға барлығына аты жөнімен шығарып жіберді. Сатпаев Ерназ Жанқабылұлы адам өлтірді. Әлі ешқандай үкім күшіне енген жоқ. Бүткіл Оралдағы бүткіл СМИ бәрі сол тарапқа бір жақты бәрі кетті. Менен ешкім келіп біреуі де сұраған жоқ. Бұл іс қалай болды? Қандай сіздерде дәлелдеріңіз бар? Одан кейін бір 2 ай жарымнан кейін Рогов Нариманның ата-анасы эксгумация жасайды. Сол кезде де күттім. Әділ енді шықсыншы, может, шынымен де менің балам кінәлі шығар. Күттім бәрін. Жоқ, тоже Алматыдан келген эксперттер бәрі өздерінің справкаларын бәрін берді. Ол жерде от переохлаждения өлім болған. Қазір біздер апелляционный сотта тергеу ісін жүргізіп жатыр. Енді әділ шешімін күтеміз. Бар дәлелімізді апарып бердік. Осы республиканский эксперттердің да дәлелін апарып беріп отырық. Ешқандай дәлел деп беріңізші деймін ғой. Осы 125 бапты 3-ші тармағын қалай тақтыңыздар бізге, соны ешқандай дәлел жоқ. Солай үкімді қалай деп айтсам екен, прокурордың ертегісімен, Дарханның сөзімен ертекті құрастырып айтып берген үшін, ол сол жерде туысқандарына да өтірік айтып барады. Бізді қатты ұрды, қорлады, зорлады, аяқ киім жыртылғанша сабады деп өтіріктің бәрін құрастырып айтып бар. Сол себептен бұл кісі может Дарханның сөзіне алданған да шығар. Тағы бір сұрақ қойсайшы, Дархан Майымбетов бойынша мынау құқық қорғау органдары негізі айтты ма, айтпады ма? Ол кісінің 15 жаңағы Жоқ, жасырып отыр. Қыздарда ұрғаны туралы сондай көптеген жаңағы Жаңа біздер сот тергеу болып жатқан кезде өзіміз адвокаттардың сұрауы бойынша, журналистердің қоғамдық сұрауы бойынша біздер қазір өзіміз көріп отырмыз. Қаншама құқық бұзушылық бар бұл балада. Неге бұл ескерілмейді? Ол өте енді қауіпті деп ойлаймын. Қоғам ортаға қауіпті ол. Неге бұны жасырып, қорғаштап отырған түсінбедім әлі. Мен бірінші рет естіп отырмын, біріншіден. Екіншіден, егер жаңа қыз бала арыз жіберді деп отырсыз ба? Иә, арыз түсірді ғой Орал. Бүгін ғана түсірді ма? Жоқ, Орал қаласында. Жоқ, бас прокуратураға қашан жолдады? Жоқ, енді жолдайды. Бүгін келіп отыр ғой, бас прокуратура қазір келіп отыр. Енді жолдағаннан кейін, бізге енді жолдағаннан кейін заңда көзделген тәртіппен, заңда көзделген мерзімдермен жауап беретін боламыз міндетті түрде. Себебі біз мына болып жатқан, сіз айтып жатқан мәселе бойынша, егер Орал қаласында болса, онда Орал қаласына барып сөйлескен дұрыс деп ойлаймын. Орал қаласы бойынша. Егер бас прокуратураға жолданған болса, онда арызын тапсырсын, мына жерде тіркеледі, заңда көзделген тәртіппен сосын жауап беріледі ол кісіге. Орал қаласының прокурорлары енді ол Дархан Майымбетовтың 15 рет әкімшілік құқық бұзушылығы болып тұрса да, ол кісіні бүгін күнге қылмысқа тартпай отыр ғой. Орал қаласының прокуратурасының өзі Дархан Майымбетовты қолдап отыр ғой бүгін күнге. Сол үшін бұл айару, сұрағым тыңдап алыңызшы. Содан кейін бұл жаңағы қанат айару бүгінгі күнге осы бас прокуратураға келіп көмегін сұрап отыр ғой. Ол қыздың шашынан сүйреген, ұрған Дархан Майымбетов. Дархан Майымбетовтың 15 рет жаңағы әкімшілік құқық бұзушылығы бар. Дархан Майымбетовты қаматуды бүгінге алмай, Оралдың прокурорлары Дархан Майымбетовты қолдап отыр деп сіздерден көмек сұрап келіп отыр. Енді осы бойынша түсіндім. Мынаны қараңыз. Енді бұл кісі арыз қалдырғысы келіп тұр ма, әлде жеке қабылдауға барғысы келіп тұр ма? Егер жеке қабылдауға баратын болса, оған да жазылатын тәртібі бар. Оны естіген шығарсыз. Ана жерде егер келіп тұрсаңыздар, азаматтарды қабылдау орталығында оны жеке қабылдау тәртібі жөнінде айтып беру қажет сіздерге. Енді егер арыз қалдыратын болса, яғни ол арызда жаңа сіз айтқан жаңағы тегіс мән-жайлардың бәрін қағазға түсіріп қалдыратын болса, ол жаңағы арызы тіркеліп, жаңа қайталап айтқандай, заңда көзделген тәртіпте қаралады. Егер ол жерде жаңағыдай Орал қаласының прокуратурасы, Батыс Қазақстан облысының прокуратурасы ешқандай шара қабылдамай жатыр, сол кісілерге керісінше шара қабылдаңыз деген арыз қалдыратын болсаңыздар, ол арыз тіркеледі, сосын жауап қайтарылады. В этой связи тоже орган уголовного преследования ранее по другому уголовному делу на этот факт не обратил внимания. Также вашему вниманию будет справка насчет Дархана Майымбетова. Я вам сейчас предоставлю. Здесь 3 экземпляра. Он неоднократно привлекался за
нарушение общественного порядка. То есть Дархан Маемиров — это дебошир и нарушитель общественного мнения. Это не мое голословное мнение, это вот справки. По административному кодексу он неоднократно привлекался за мелкое хулиганство, неоднократно. Значит, его либо 15, либо 30 суток арест, потом вождение в нетрезвом либо наркотическом опьянении и распитие алкогольных напитков в общественных местах. И также многократные нарушения правил дорожного движения. Но я думаю, что благодаря покровительственному дяде он избегает ответственности.